Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз баялдыдан салат дайындаймыз. Яғни баклажаннан салат дайындаймыз. Баялдыны осылай екіге бөліп, үш бұрыштап барлығын турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстіне су құйып, тұз себуімізді біраз уақыт қойып қоямыз. 15-20 минуттай қойып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді болгар бұрышын тура сол баялды сияқты қылып, үш бұрыштап тураймыз. Менің каналымның ары қарай дамып жылжуына атсалысып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Оны басқа шұңғыл ыдысқа саламыз. Енді қызанақты да тура сол болгар бұрышын турағандай үш бұрышты етіп турап аламыз. Осы салаттың ингредиенттерін описание бөліміне қалдырамын. Енді қағаз салфеткаларымызды осылай төсеп, үстіне баялдыны қоямыз. Баялдының суы салфеткаға сіңіп болғаннан кейін баялдыны таза салафанға салып, картоп крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Крахмал болмаса, ұнды да пайдаланса болады. Табаға май құйып, майды қыздырып, баялдыны қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Баялдыны ыдысқа қағаз салфетка төсеп, сүзіп аламыз. Қағаз салфетка майын тез сорып алады. Енді сол баялдыны қуырған майға болгар бұрышында 2 минуттай қуырып аламыз. Оны да майдан сүзіп, ыдыстағы салфеткамызды алып тастап, үстіне қызанақты саламыз. Енді осындай дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қара бұрыш қостым, паприка қостым, бір осындай дәнектер қостым, әдемілік беріп тұру үшін. Және тұз қостым. Ең соңында соя соусынан 3 қасық қосып, жақсылап араластырдым. Міне біздің баялды қосылған салатымыз өте дәмді болды. Жаз мезгілінде дайындауға өте жеңіл, өте оңай және өте дәмді болып шығады. Қонақ келгенде де осылай жасап жесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.